Али Имран сүресі 21-32 аяттар. Алланың аяттарына күпірлік келтіріп, ешқандай да қақы болмаса да пайғамбарлар мен әділдіктің жолымен жүруді бұйыртатын адамдарды нақақтан нақақ өлтіретіндерге ауыртпалы азап шегетінін айтып сүйіншіле. Ол жасаған амалдарының қайыр берекесін бұл дүниеде де ақыретте де көрмей, сауаптары жойылып қалатындар. Ондай пенделерге ешқандай жәрдемші де болмайды. Өзара түсінбеушіліктеріне Алланың жіберген кітабынан төрелік іздеп, бірін-бірі ынтымаққа шақырған кітап иелерін көрмеп пе едің? Бірақ солардың біразы сөзге құлақ аспай, ақиқатқа бойсұнбай теріс айналды емес пе? Тозақ оты бізді санаулы күндерге ғана шарпиды, деді олар. Өздеріңнің ойдан шығарған осындай қисынсыз жалған қағидалары оларды бос үміттендірді. Әрбір жан иесі өзінің амалына қарай сыбағасын алатын, ешкімге әділсіздік жасалмайтын, еш күмәнсіз келетін сол бір қиямет күні оларды топ-топ жинаған кезде қандай жағдайда болар екен? Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деп жалбарынып құлшылық жасағанын: уа шексіз билік иесі, Аллам, өзің қалаған жанға билік бересің, қаламасаң сол билікті оның қолынан алып қоясың. Ықыласың түскеннің абыройын арттырасың, қырыңа алғанды қорлыққа саласың. Барлық игілік бір өзіңнің игілігіңде, сенің құдіретің барлық нәрсеге жетеді. Түнді қысқарту арқылы күндізді ұзартасың, күндізді қысқарту арқылы түнді ұзартасың. Өліден тіріні, тіріден өліні шығарасың. Қалаған пендеңе есеп-қисапсыз ырзық бересің. Мұсылман жандар тұрғанда мүміндер кәпірлерді жанашыр дос тұтпасын. Олай істегендер Алланың қайырымынан дәметпей-ақ қойсын. Саясат үшін сақтану шарасымен сондай әрекетке барса, оның жөні бөлек. Құдай сендерді өзінің қатты азабына сақтандырады. Өйткені қайтар жерің Алланың алды. Пенделерге былай деп айтқан: уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Көкелеріңдегі ойды жасырсаңдар да, жайып салсаңдар да, Алла оны біледі. Сондай-ақ оған ғарыштар мен жердегі барлық құбылыстар да аян. Өйткені Алланың барлық нәрсеге құдіреті жетеді. Сол қиямет күні әрбір жан иесі өзінің істеген жақсылықтары алдынан шыққанын көреді. Ал істеген жамандығын көргенде одан өте қашықтықта болғысы келеді. Алла сендерді өзінің қаһарынан сақтандырады. Өйткені Алла пенделеріне өте қамқор. Егер де Алланың сүйетіндерің рас болса, онда маған еріңдер. Сонда ғана Алла сендерді сүйетін болады және күнәларыңды кешіреді. Өйткені Алла кешірімді, ерекше мейірімді, деп айтқан пенделерге: уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Аллаға және елшіге бойынсыңдар, деп бұйыр. Егер де бас тарттар болсаңдар, кәпір болғандарың. Алла кәпірлерді сүймейді. Ақиқатын айтар болсақ, Алла адамды, Нухты және Ибрахим мен Имранның әулеттерін ерекше қалап пайғамбарлыққа таңдады.